Далалар, қалалар, тарихи және көрікті жерлер, мұражайлар. Осының барлығы Өмір тамаша арнасында. Қайырлы күн достар, Өмір тамаша арнасы қазақ және өзбек елінің тарихи тұлғасы Батыр бабамыз Жалаңтөс Баһадүрдің зиратына жол тартты. Бүгінгі бейнеде тарихи ақпараттар айтылады, арнадан ажырамаңыздар. Жалаңтөс Баһадүр 1576 жылы кіші жүзге қарасты Сырдария бойындағы алқапты мекендеген алты ата әлім елінен тараған Төртқара руының Сейітқұл би әулетінде дүниеге келген. Қазақ және өзбек батыры, қолбасшы, Самарқанды 40 жыл билеген әмір. Сүйегі Самарқаннан 10 шақырымдай қашықтықтағы Дербет қалашығындағы Саид Ахмад Мағдуми Ағзам мемориалдық кешенінде жатыр. Саид Мағдуми Ағзам 15-16 ғасырда өмір сүрген, заманында орталық Азия аумағындағы ең атақты дін танушылардың бірі. Нақшбандия ілімінің аса ірі теоретигі ретінде кеңінен танылған тұлға. Кешенге кіріп келгенде көзге бірден алып шынар ағаштары түседі. Ағаш түбінде 1528 жылы отырғызылған деген белгі орнатылған. Демек, Мағдуми Ағзамның тірі кезінде отырғызылған ағаштың жасы 5 жылдан соң 5 ғасырға толады екен. Ал мына алды әдемі гүлдермен жайқалып тұрған мешітті Жалаңтөс Баһадүр салдырған деседі. Жалаңтөс Баһадүр бұдан өзге де Тилла Кари мен Ширдар сияқты медреселер салдырған. Кешен ішінде қорым бөлек қоршалған. Қорым төрінде Мағдуми Ағзам қабірі, қасында ұл қыздары, шәкірттері және ел билеушілердің зираттары орналасқан. Ел аузында осында жерленген Иран шахы жайлы мынадай аңыз тараған. Ол әлгі шынар ағашына да қатысты. Ертеде Мағдуми Ағзам сопылық діни рәсімін өткізіп жатқанда шәкірттеріне көздеріңді ашпаңдар депті. Сонда бір шәкірт сөзіне құлақ аспай, рәсім арасында көзін ашып қалады. Сол-ақ екен Иранның шахының зынданына тап болады. Әлгі шәкірт мән жайды айтып жылағанмен, оған ешкім сенбейді, тіпті күлкіге қалады. Содан оны шахтың алдына әкеледі. Тұтқын шахқа да мән жайды баяндайды. Шах оған иланбай, сенің шейхің мықты болса, өзі келіп шешіп әкетсін деп, тұтқынды ауладағы шынар ағашына байлап қоюды бұйырады. Бұйрық орындалады. Таң атады, жұрт әлгі тұтқынның да шынар ағашының да жоқ болып кеткенін көреді. Мұндай құбылысқа таң қалып әрі қорқып қалған шах өзін кейін Дербетке жерлеуді тапсырған екен. Мағдуми Ағзам өзінің құдіретімен шәкіртін ағашпен қоса алып кеткен деседі. Бұл әрине аңыз әңгіме. Дахмамызны 1618 жылда Жалаңтөс Баһадүр бабамыз Мағдуми Ағзам хазратларга айтып, Дахма bilan bu katta masjidimizni qurgan edi. Ал Жалаңтөс батырымыз мына етектен орын тепкен. Қасында басқа да тарихи тұлғалармен қатар ұл қыздары жерленген. Бәріне Самарқанның көктасынан құлпытас орнатылған. Осы орайда батырымыз неге бұл жерде жерленген деген орынды сауал туындайды. Оның себебі ол Мағдуми Ағзамды пір тұтқан, ал оның немересі Қожа Хашими Дағбедиді ұстазы санаған. Үлкен ұлы және қызы бар. Мынау жатқан Жалаңтөс батырдың құлпытасы. Басындағы жазу қайда деп сұрағанымызда, олар қайта жазылып жатыр, дайын болғанда орнатамыз деген жауап алдық. Жалаңтөс Баһадүр деген жазуды алып тастадыңыздар, иә? Енді хаммасыға қойылады. Қорымда хош иісті райхан және тағы да басқа гүлдердің иісі аңқып тұр. Жан-жағын қоршай жаңғақ ағаштары отырғызылған. Қорымның сыртында тағы 47 адамның қабірі жатыр. Мешіттің құрылысы қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан оюлы ағаштармен безендірілген. Айналаға әсем бақ орнаған.
Мұнда келушілердің жанына тыныштық орнап, табиғат үнінен сергіп қалары анық. Осы бір сәт жазушымыз Жәнібек Кәрменовтың «Ойламаңдар жігіттер, баста бір дәурен тұрмайды. Өтіп кеткен сұм жолған, қайтып бір мойын бұрмайды. Адам қонақ өмірге, бір күні қолын бұлғайды. Тіріліктің түбі белгісіз, ағын бір судай зырлайды» деген өлең шумақтарын еріксіз ойыма келді. Достар, осымен бейнені аяқтап, сыртқа шығып қайнаған тіршілікке кірісемін. Арнаға жазылып, пікір қалдырып, басқа да бейнелерді тамашалаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, Өмір тамаша арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.